Сәлем достар, бүгін біз екенін үйренеміз. Рецепт деген не? Негізі жалпы рецептор осы рецепт зерттейді. Жалпы рецептор дәрілердің жазылуы мен дайындалу және қабылдау тәсілдерін көрсетеді. Енді фармакологияда мен алдыңғы сабақта айттым ғой, фармакология ол бір-ақ сұраққа жауап береді, науқастарды қалай емдейміз деген. Осыған орай енді дәрінің анықтамасын айтсақ, дәрі дегеніміз фармакологиялық комитеттің рұқсатымен әртүрлі ауруларды емдеу, алдын алу және диагнозын анықтау үшін қолданылатын бір немесе бірнеше дәрі заттардың құрамын айтамыз. Яғни осы дәрі арқылы біз науқастарды емдейміз. Енді рецепт деген не? Рецепт ол дәрігердің фармацевтке дәрілерді белгілі бір түрде ауруға дайындап беру туралы жазбаша нұсқауы. Біз науқасқа емес фармацевтке жазамыз. Сол арқылы науқас фармацевттен дәріні сатып алады аптекадан. Енді біз рецепті жазу үшін рецепттің құрылымын білуіміз керек. Мен сары мен сызық қойғандар бұлар рецептке түсетін, яғни осылар арқылы біз латынша рецепт жазамыз, қалғандары просто общий неде тұрады, жаңағы бланк қағазында тұрады, осылардың бәрі. Сосын біз латынша осы қаратпа рецеппен жазамыз. Қазір мен осы рецепт жазғанда түсіндіріп беретін боламын. Сосын дәрілік заттың аты болады, ол міндетті түрде болады. Сосын біз атау септіктен ілік септігіне ауыстырып бас әріппен жазылуымыз керек. Оны біз қазір көрсетемін. Сигнатура, сигнатура деген қазір не мағына білдіретінін түсінесіздер. Оны бірінші бұлардың бәрін түсіну үшін бізге рецепт жазу керек. Дата аристазис бұларды бір конспект деп жазып алыңыздар. Енді рецепт жазғанда бізге доза маңызды. Осы дозалар. Бұл растворларға арналған дозалар. Ас қасықтан, например, 15 мл болады, десертті қасықта 10 мл, чай қасықта 5 мл. Например, біз жаңағы растворларды, например, басқа дәрілерді, амбро деген препараттарды, например, біз қасықпен ішеміз. Сол кезде рецепт жазғанда осыларды білу керек. Рецепт жазғанда біз латыншасын жазамыз. Латыншасын жазғанда мыналарды конспект деп жазып алыңыздар. Осы арқылы біз рецепт жазуға бұл өте оңай болады. Мыналарды жаттап алсаңыздар. Мен бұларды шығарып қойдым. Қазір біз әрқайсына маңыздыларына тоқталып шығатын боламыз. Енді бізде жазып қойғанмен, енді бізде мен алдыңғы сабақта айттым ғой, бізде 5 дәрілік препараттың түрі бар деп, яғни дәрілік формалар. Қатты, сұйық, жұмсақ, сосын инъекцияға арналған ингаляциялық лекарстволық формалар болады. Енді біз осыған ориентир ұстаймыз да рецепті жазып бастаймыз. Ең алдымен біз мыналардың бәрін өшіре салайын, біз қайтадан жазамыз. Әйтпесе түсінбей қаласыздар бұлар қайдан шыққандарын. Бізде қатты дәрілік формаларға олар 3-ке бөлінеді. Таблетка, драже, капсула, сосын 4-ке бөлінеді. Капсула, порошок, порошки. Енді қатты дәрілік формаларға жазған кезде біз ең бірінші таблетка. Таблетка ең танымал дәрілік форма. Енді біз оныған қалай рецепт жазамыз. Осындай негізі таблетта деп айтылады. Таблеттас, таблеттис деген түрлері бар. Енді бұларды біз үшеуінде қолдансақ болады. Ол қалай? Бұл таблетта көбіне таблеттис қолданады. Үшеуінде қолданамыз. Давай бастайық. Бізде рецепт деген рецепт, қаратпа деген мағынаны білдіреді. Енді рецепт басталаймыз. Осылай жазып алыңыздар. Мен ұзартып жазып қойдым. Ең бірінші былай қысқартамыз. Рецепт жазу басталды. Кешірім сұраймын. Рецепт деп қысқартамыз. Бұл рецепт деп оқылады, бірақ РП деп қысқартамыз. Нүкте, қос нүкте обязательно болады. Қысқартқанда нүкте болады. Осындай. Қос нүкте жазамыз. Ары қарай біз таблетканы бастадық. Атенолол деген препаратты бастаймыз. Атенолол.
сосын мен айттым ғой жаңа атау септігінен элек септігіне ауыстырып жазамыз рецептті. Ол мен кесте болатын. Сол кестені мен презентация қосуды ұмытып кетіппін. Мен оны описанияға обязательно шығарып қоямын. Сол кезде көріп аласыздар оны қалай. Яғни біз атау септігін элек септігіне ауыстыруымыз керек. Яғни атенолол ол атау септігіндегі атау. Енді оны элек септігіне ауыстырғанда атенололдың деген сияқты айтылады. Атенололли. Көрдіңіздер ғой, иә? Атенололли. И ары қарай біз талистазис жазамыз. Түсіндіңіздер ғой осы жерде, иә? Атау септігін элек септігіне ауыстырғанда иді жалғаймыз. Оның бір кестесі бар. Сол кесте арқылы жалғаймыз. В основном көп препаратқа иді жалғай саламыз. Атенололли, яғни атенололдың деген мағынаны білдіреді. Қаратпа, атенололдың. Енді талистазис. Осындай дозада шығарылсын. Рецептін жазудың екі түрлі әдісі бар. Оны қазір екінші әдісін үйрететін боламын. Нүкте обязательно болады, яғни қысқартқанда талистазис нумеро. Яғни атенололдың бір несінде пачкасында бізде 100 таблетка болады. Енді нумеро, яғни осындай санды білдіреді. Осындай таблетка бар деген сөз. Оны көрсетемін қазір. Например, атенололдың несі? Қорабы. Осының ішінде 100 таблетка бар деген сөз. И осыны біз нумеро 100 деп жазамыз. Енді нумеро 100 ин ішінде деген мағынаны білдіреді. Таблеттис. Көрдіңіздер ғой, міне? Таблеттис. Сосын астына жазамыз. Рецептің астына тым жазылмайды, көрдіңіздер ғой, бұл заң. Рецепт жазудың заңы. Сосын сигнатура деген мағынаны білдіреді. Сигна немесе екінші қысқартқанда сигна. Мына жерде бар ма екен? Не? Сигна осындай. Яғни ол бізге мынандай мағына білдіреді. Жалпақ тілмен айтқанда, науқасқа біз өзінің түсінікті тілінде жазамыз. Орысша немесе ағылшынша, например, Американың дәрігері ағылшынша жазады бұл жерге. Түсіндіңіздер ғой, иә? Типа науқас бұл жерде бұл дәрімен не істейді? Например, аспиринді күніне 1 рет деген сияқты біз жазамыз. Атенололды біз ішке, яғни таблетканы ішке қабылдаймыз ғой, энтеральды жолмен. Ішке күніне 1 таблеткадан 1 рет. Осылай біз таблеткаға рецепт жазамыз, яғни сигнатура деген мағынаны білдіреді. Сигна ішке күніне 1 таблеткадан. Түсіндіңіздер ғой, рецепт, нүкте, қос нүкте, обязательно біз бас harfпен элек септігінде жазамыз. Атенололли, атенололдың осындай дозасы, яғни 100 таблеткасы берілсін науқасқа, немесе 20-сына, әртүрлі болады. Әр препаратты әртүрлі ауруға қарай береміз, яғни например, ауру ұзақ болса, ұзақ емделетін болса, оған біз көп пачкасы бар, көп таблеткасы бар, не береміз? Пачканы береміз. Например, аз болса азын береміз. Аурудың несіне байланысты, өршуіне байланысты береміз. Біздің мақсат, дәрігерлердің мақсаты науқастардың қалтасын, яғни ақшасын көп шашпау. Сигнатура ішке күніне 1 таблеткадан 1 рет. Сигна деген мағынаны білдіреді. Талистазис нумеро. Нумерус деп те айтылады. Ары қарай кеттік. Рецепт. Енді біз таблетканың екінші түрін жасаймыз. Табулеттас деп. Бұл бізде қазір екінші таблетканың несі? Қалай айтсам болады? Екінші формасы. Рецепт жазудың екінші түрі. Табулеттас. Сосын котримаксазол деген препарат жазамыз.
тримаксазол. Қай жаза салайын? Вот. Енді таблет тас деп, біз былай жаздық қой, даталистазис. Бұл жерде енді біз мына формада жасауға болады. Міне. Қазір мына жерден көрген болатынмын. Міне, да сигна. Екінші формасы бұл. Міне. Сол котримаксазол. Енді біз номер 20-ны мына жерге жазасақ болады. Үлкен әріппен жазуымыз керек. Номер 20. Номер 20. Енді рецепттің астына біз тым жазбаймыз. Да сигна деп екінші несімен жазамыз. Ана кестені дұрыстап үйреніп алыңыздар. Сол кезде бәрі тез жаза бересіздер рецепті. Сосын біз ішке күніне 2 рет деп жазамыз. Яғни сразу қысқартып жаза саламыз. Бұл таблеткаға көбіне күшті келеді. Ішке күніне бір таблеткадан 2 рет. Яғни 2 уақыт қабылдаймыз. Бұны біз сигнатураны қалай жазамыз? Бізде мынандай Т1-2 деген термин бар. Т1-2. Осындай термин бар. Бізде препараттың жартылай шығу уақыты. Яғни ішке күніне бір таблеткадан 2 рет береміз. Максазолда, котримаксазолда 2 рет. Себебі Т1-2 препараттың ағзадан жартылай шығу уақыты. Ол бізде жалпы 24 сағат бар, 12-ге бөлеміз. 12 сағатта котримаксазол бізде ағзадан шығып біту керек. Біз 6 сағат немесе 1 сағаттан кейін оны бере салуға болмайды. Себебі мына уақытта шығып бітпесе, Т1-2, яғни 12 сағаттың ішінде шығып бітпесе, бұл препарат бізге адам ағзасына жаман әсер етеді. Побочный эффекттер көп болады. Сол үшін біз 12 сағаттан кейін береміз. Бүткіл препаратты жақсылап біліп алыңыздар. Сигнатура жазған кезде біз обязательно Т1-2-ге қараймыз. Таблетка түсінікті ғой, таблетка оңай негізі. Осындай 2 вариантпен жаза салады. Атенололи, сосын даталистазис, номер 100 интабулетис сигна. Бұл бірінші вариант, но екінші вариант. Рецепе да сигна деп. Яғни таблет тас пен номер 20-ны мына жаққа үстіне шығарып жерсек, біз екінші вариантын жазамыз. Енді бізде драже. Драже дегеніміз, мен алдында бәріне тоқталған болатынмын. Ол бізде аскорбинка. Сыртында бізде көбіне домалық болады. Қанты қауық болғандықтан біз оны драже деп атаймыз. Тура сияқты, таблетканы жазғандық сияқты бізде рецепте нүкте қос нүкте. Латыншасы мынандай болады. Жазып алыңыздар, драже. Сосын бізде ибупрофен деген температура түсіретін препарат бар. Ибупрофеннің деген мағынаны білдіреді. Енді мына жерді қараңыздар. Доза 0,2. Көрдіңіздер ғой, 1 грамм, бізде 1 граммда 1000 миллиграмм бар. Бұл бізде 0,2 200 миллиграмм, яғни көбейтіп жергенде 1-0 былай қарай кетіп болады, 200 миллиграмм. Мұнаған 1 грамм тұстайсыздар да, мұнаған 1000-ға көбейте бересіздер. 1000-ды мұнаған 1-ді 1000-ға көбейткенде 1000 грамм шығады. Мұнаған көбейткенде 100 миллиграмм шығады. Кешірім сұрайын, 1 граммда 1000 миллиграмм бар.
0,1-ді көбейткенде сосын бүткіл осындай немен жазылады рецептта. Біз отырмаймыз, что 1000 миллиграмм деп отырмаймыз. 0,2, яғни 200 миллиграмм. Бір дрожжеда 200 миллиграмм салмақ береді деген сөз. 200 миллиграмм деген мағынаны білдіреді. Түсініңіздер ғой, иә? Енді рецепттің астына біз дым жазбаймыз. Ары қарай біз жазамыз датаристазис. Д нүкте Н нүкте елу. Вот. Мында неде тұрады, например, аскорбинканың ішінде, например, 50 тал бар деген сөз. Бір талы оның 0,2 деген мағынаны береді. Қазір суретін салып көрсетемін. Түсінбей қалғандар болса, мынандай да болады. И бір дрожже бізде 0,2 салмақты береді, 200 миллиграммды береді, ал сосын осындайдан 50 тал бар деген сөз. Түсініңіздер ғой, иә? Осындайдан 50 тал бар, сигнаны береміз сосын. Сигна деп жазамыз. Науқас қалай қабылдайды ол? Күніне 4 рет береміз. Бір дрожжеден күніне 4 рет. Вот. Бұл тура жаңағы таблетканікі сияқты. Қатты препараттарды жазу өте оңай. Түсініңіздер ғой, рецепттің, бұл рецепттің базасы. Осыны үйреніп алыңыздар. Түсінбей жатсаңыздар, қайта-қайта қараңыздар. Шынымен, мен де көп түсінбегем рецепт жазуды. Көп практика еткеннен кейін ғана түсінген болатынмын. Себебі мына рецепт, датаристазис, сигна өзгермейді. Тек препарат аты, мына доза өзгереді, сан өзгереді. И мына сигна өзгереді. Все, қалған өзгермейді. Осындай қатармен жазып үйреніп алсаңыздар, все. Қатты дәрілік формаларды жазу өте оңай. Енді бізде капсула бар. Капсуланы біз қалай жазамыз? Тура сондай, просто аты өзгертіп отырады. Реципе нүкте сосын бізде аты танымал препарат омепразол. Гастритқа қарсы әсері бар. Сондықтан бұл танымал препараттардың бірі. Қызық факт, алғаш шыққан жылы омепразол Америкада 28 миллион сатылым шыққан осы препараттан. 0,2. Мыңға көбейткенде бұл жерде 20 миллиграмм деген сөз. Түсініңіздер ғой, 0,2 бізде 20 миллиграммды білдіреді. Енді ары қарай кеттік. 0,2 капсула, яғни оның сыртында капсулалық қабат болады. Омепразол. Рецептің астына дым жазбаңыздар. Бізде Семей медицина университетіндегі мұғалімдер не істеп тастайтын? Бағамызды түсіріп тастайтын, что рецепттің астына бір нәрсе жазып қойған, яғни датаристазисті жазып қойғаннан кейін. Оны жазуға болмайды, бұл рецепттің заңдылығы. Да нүкте Т нүкте Д нүкте номеро нүкте 14 капсулис. Вот. Капсулис деген яғни капсула. Осындай 14 капсула бар. Сызбай қойайын, бір ненің ішінде 14 капсула бар. Бір қорапшаның ішінде. Енді сигнатура. Осы жерде біз білуіміз керек, жаңағы Т1-2, яғни жартылай шығарылу уақыты омепразолдың. Ол қанша уақытта шығатынын айтып берейін. 12 сағатта, 24 сағатта шығады. Күніне бір таблеткадан бір-ақ рет береміз біз. Күніне кешіріңіздер, күніне бір капсуладан бір рет. Өйткені оның шығу уақыты 24 сағат. 24 сағатта бір рет қана береміз. Бұл қатты заттардың несі болды? Рецептісі болды.
Енді бізге ең көп кездесетіндерін жазайын. Уақыт тапса жалып кеткенде шығарсыздар. Енді бізде ең көп кездесетін бізде ол ампула мен флакондар. Ампула мен флакондар. Бұлар инъекцияға арналған. Ампула мен флакон түрлерін білетін шығарсыздар, иә? Ампулада бізде сындыру арқылы флакон, ал керісінше оның несі болады? Құты андай жаңағы пиваның бөтелкесінде көріп едіңіздер ғой, иә? Несі болады? Ауыз болады. Ауыз дегенде андай қайтсам болады. Жарайды, флакон. Мынандай суретін сала салайын. Түсінбегендер бар шығар. Осындай болады флакон. Қисық болып кетті. Ал жаңағы ампула былай болады, не? Басын сындыру арқылы істейміз. Енді ампула мен флаконды көрсете салайын. Қалғандары рецепттің базасы осы негізі. Реципе нүкте қос нүкте бұл обязательно болады. Енді бізде раствордың, яғни бұлар сұйық түрде болады. Сондықтан латыншасы solutionsыз болады. Енді бізде эфедрин деген препарат бар. Эфедриннің деген. Енді біз процентпен жазамыз. Ампуланы біз процентпен жазуымыз керек. 5% сызықша 1 миллилитр. Бұл қалай? Осындай, енді біз алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Бізде активті зат болады. Активті заттың эфедрин ол активті зат болып есептенеді да. Енді қазір суретін салайын. Мынаның ішінде 5%, 1 миллилитр ампула болса, 1 миллилитрлік ампула болса, бұның ішінде 5% эфедриннің активті заты бар. Сол үшін біз жазуымыз керек 5% 1 миллилитр. Яғни мұнаның тек қана 5% ғана эфедрин, қалғаны ол спирт немесе су немесе май болуы мүмкін. Раствор екі заттан қосылып жасалынады. Рецепт. Енді ары қарай датаристазис. Д нүкте Т нүкте Д нүкте Н. Енді нүкте 10 бір тал қапшағында 10 ампулес деп жазамыз. Яғни 10 тал ампула болады. Қатарынан 10 талдан асқан ампула болады. Өздеріңіз көргендер шығарсыздар бұл препараттар. Енді ампуланы сигна нүкте біз күніне 1 рет бір ампуладан тері астына жазамыз. Тері астына енгіземіз. Жазбай оқайын, иә? Енді бізде флакон. Реципе нүкте қос нүкте бізде көбіне бізде флаконда біліп алыңыздар, флаконда бізде көбіне не болады? Антибиотиктер болады. Сосын флаконның латыншасы жоқ, сондықтан оны біз ешқандай нәрсе жазамыз. Өте оңай флакон жазу. Например, бензилпенициллин бета-лактамдардың тобына жататын бізде не бар? Антибиотик бар. Оны өтесіздер әлі. Бензилпенициллиннің деген сияқты жазуымыз керек. Сондықтан иді қосамыз. Сосын 300.000 единица деп жазамыз. Үлкен әріптермен еді. Себебі бізде антибиотиктер единицамен өлшенеді. Яғни ол біз миллиграмм, грамм, миллилитр десек те бұл қате емес. Бірақ біз единицамен жазамыз. Заңдылық сондай. Датаристазис да нүкте Т нүкте Т нумеро нүкте 10. Сосын С
ретте. И сосын бұлшық етке жаза салайын бұны. Бұлшық етке біз күніне 4 рет енгіземіз. Бір уақыт қанша болады? 24-ті 4-ке бөлеміз, 6 сағат. Т1-ден 2 6 сағат. Рецепт жазғанда бұл база. Осыларды біліп алсаңыздар болады. И рецепт, дата аристазис, сигна өзгермейді. Сигнаға жазылсақ та болады, бірақ мыналарды нормально біліп алыңыздар. Осылар арқылы жазасыздар. Көрдіңіздер ғой, ампула деген мағынаны білдіреді. Аэрозол, сол препараттың түрлері бар, оларды жазу оңай. И сосын не? Ампулис, таблеттис, мен ең көп кездесетіндерін жаздым. Назарларыңызға көп рахмет. Енді келесі сабақта біз қабынуға қарсы стероид емес препараттар тобын талдаймыз.